Сәлем қыздар, бүгін ауызашарға осындай жұмсақ қожықтар дайындаған болатынмын. Шайға керемет басар десем де болады. Менімен бірге осылай сіздер де жасап көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық мөлшерін осы видеоның астында қалдырып кететін боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасында тұрған айранымызға 1 шай қасық ас содамызды салып араластырып қоямыз. Одан кейін шекерімізді салып, венчикпен жақсылап шайқаймыз. Ешқандай шекер қалып қалмауы керек. Жақсылап шайқап болғаннан кейін дайындап қойған сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық май неге көп демеңіздер, рецепт бойынша мөлшері осындай. Барлығын араластырғаннан кейін ұнымызды дайындайтын боламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхителімізді салып, араластырып, жаңағы қоспамызға бөліп қосатын боламыз. Осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін дастарханымызға қойып, осылай жайып алатын боламыз. Менде арнайы форма болған жоқ, сондықтан мен стаканмен барлығын кескен болатынмын. Сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесемен, болмаса стаканмен, болмаса арнайы формамен кесіп алсаңыздар да болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін пергаментін қағазға салып, бетін айранмен осылай жағып шықтым. 180 градуста жарты сағатта пісіріп алдым.